деп сурайды. Мурат: 5 адам бар. Шамамен 1 сааттан соң кел дейді. Кайрат жакшы дейді де кетеді. Ертеңінде Кайрат тағы да Чаштаразга барады. Және жан-жағына қарап алып, қанша адам бар деп сұрайды. Чаштаразчы Мурат: 4 адам бар. 45 минуттан соң кел дейді. Кайрат жарайды деп кетіп қалады. 3-ші күні қайта келеді. Жан-жағына қарап алғаннан кейін қанша адам бар деп сұрайды. Мурат ашуланып іштейді. Ол адам 3 күн бойы келіп, қанша адам бар деп сұрады. Не жашын да жасатпайды деп ойлайды. Бірақ Кайраттың сұрағына жауап беріп, оны жібереді. Кайрат кеткен соң серікке: ана адамды бақыла, қайда бара жатыр екен деп тапсырады. 5 минуттан соң серік ентігіп жүгіріп келеді. Қожайын дейді. Мурат: не жетті ешек, қайда бара жатыр екен, біле алдың ба дейді. Серік: иә дейді. Чаштаразшы: қайда бара жатыр екен деп сұрайды. Сонда серік: ол адам сіздің үйіңізге кетті, қожайын дейді.